Сәлем достар, бұл мен сіздермен бірге Жаннар. Бүгін Scary Teacher'дің 8-ші бөлімін ойнайтын боламыз. Каналға подписация етіп, лайк басуды ұмытпаймыз. Ендеше кеттік. Бүгін біз Scary Teacher'ді алдырып кететін боламыз. Қалай десеңіздер, бүгін оның кітабына өрмекшіні қойып кетеміз. Так, бірінші, екінші этажға көтерілеміз баспалдақпен. Сосын осында арнайы бір өрмекшінің тұратын бөлмесі болады. Так, Scary Teacher қазір келе жатыр, екінші этажда жүр. Қай бөлмеге кіреді екен? Так, ол қазір жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Шашын жасап жатыр екен. Енді біз осы моментте жібермей төменге түсеміз. Так, қазір ол екінші этаждан шықпайды, енді сол жүре береді. Сол үшін мына барабанмен ал дейтін еді. Соны басып көтереміз. Қайтып екінші этажға көтерілеміз баспалдақпен. Видео барысында қарап отырыңыздар, қай комнатқа кіреді, не істейді. Так, комнаттардың есіктерін ашып, қазір мен не алам, қазір қараңыздар. Осындай қолғапты алам. Неге десеңіздер, ол қазір өрмекшіні ұстауға керек болады. Еще плюс энергетикті де аламыз. Ол тоже керек болады бізге. Так, енді біз төменге түсеміз. Негізі бізге төменге сразу түспей, қолғапты алған бойдан сол екінші этажда бана видео барысында көрген боларсыздар. Өрмекшіні сол комнатқа алып, то есть сол комнатқа барып, өрмекшіні алу керек болатынбыз. Но мен сәл шатасып кеттім, поэтому қайтып төменге түсіп, терезелерін бәрін ашып жүрмін, не екенін білмеймін. Мұнда так, тағы энергетик тұр екен, оны да аламыз. Так, осы жерге негізі жалпы қоямыз, өрмекшіні кітаптың арасын тастап кететін боламыз. Так, енді ойыма түсті, есіме кетті, то есть. Екінші этажға қайтып көтерілеміз. Мана бөлмеге барамыз, ол жап-жақын мана деп кірген бойда. Осы өрмекшіні обязательно аламыз. Қолбақсыз алмаймыз, потому что қолбақсыз алсаңыздар, ол қолдарыңызды шағылады, поэтому қайтып ойынды бастайсыздар. Сондықтан қолғапты обязательно аламыз. Төменге түсіп, екінші терезеге барамыз да. Ол қазір екінші этажда жүр. Так, біз кітабына қойдық өрмекшіні. Төменге түсіп келе жатыр. Мен кішкене видео скорость қостым, жалпы бұлай емес. Так, есіктерді жауып. Мен негізі сыртқа шығып кетем деген, потому что қазір сыртқа шығып кетпесем, ол мені көріп қойды, ұстап алады. Сондықтан сыртқа шығып кеттім. Так, достар, осымен ойын аяқталды. Сау болыңыздар.